Айқынның жеке өмірінде қандай өзгеріс болды? Азия чемпионатының ширек финалына өткен қазақстандық боксшылар кімдер? Динара Қырықбаеваны не ашуландырды? Елдос Сметовтың отбасылық өмірінде қандай жаңалық болды? Асылхан Төлепов қандай рөлді сомдайын деп жүр? Камшат Жолдыбаеваның жаңа бейнебаяны көрермендердің көңілінен шықты ма? 91 тобының жаңа бейнебаянын халық қалай қабылдады? Димаштың толған күніне деген жоспары қандай? Осы сұрақтарға жауапты бүгінгі көрсетілімнен тамашалайтын боласыздар. Желіде атақты әнші Айқынның Кешью тобының бұрынғы әншісі 22 жастағы Жұлдыз Өмірғалиді ұзатып алып келіп жатқан видеосы тарап кетті. Бұдан алдында оның екінші әйел алуға ниеті бар екендігі жайлы қауесет бар болатын. Айқынның отбасы бар екені, екі баланы тәрбиелеп отырғаны көпшілікке белгілі. Сондықтан тыңдармандар бұл хабарға қатты таңданды. Видеодағы Айқынның бақытты жүзіне қарап, екі шешімге келуге болады. Не бұл шындық, немесе ол жақсы актер. Алайда Айқынның директоры бұл мәліметті растамады. Ал әншінің өзі жеке өміріне араласпауын сұрады. Ташкент қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында 5 бірдей боксшымыз ширек финалға жолдама алды. Олар 49 келіде жекпе-жекке түсетін Ержан Жомарт, 56 келіде жекпе-жекке түсетін Қайрат Ералиев, 64 келіде жекпе-жекке түсетін Бекдәулет Ибрагимов, 75 келіде күресетін Әбілхан Аманқұл және 91 келіде бағын сынайтын Василий Левит. Жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Баршаға танымал әнші Динара Қырықбаева өте ақ көңіл, жайдарлы жан. Ол өзінің инста парақшасында өз тыңдармандарымен көңіл күйген суреттерін жиі бөлсе. Қанша танымал болса да, жұлдыз аурумен ауырмайтын өнер иелерінің қатарына жатады. Бірақ кейбір фанаттар оның ашуына тиюге сөз табады. Динараның инста достарының бірі оның кішкентай қызының суретінің астына сәбидің анасына ұқсамағанын, сұлу еместігін жазыпты. Бұған әнші жай қарап отыра алмады. Ол адамнан тілін тиюді талап етті. Әрине әншінің бұл сөздерін түсінуге болады. Себебі кез келген ана өз сәбиіне айтылған мұндай сөздерге шыдап тұра алмайды. Рио Олимпиадасының күміс жүлдегері дзюдошы Елдос Сметов екінші рет үйленді. Бұл жайлы ол өзінің инста парақшасында жариялады. Сонымен қатар актер Ұлан Нүсіпалиев те өз парақшасында дзюдошының әулеттеріне күйеу бала болған жазып, жастарға баянды бақыт тіледі. Театр және киноактері Асылхан Төлепов, режиссер Жәнібек Жетіруовтың «Шыңырау» фильмде рөл сомдауда. Фильм Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» романының желісімен түсірілуде. Актердің инста парақшадағы суреттерінде айтуынша, ол бас кейіпкер Еңсептің ұлы Жомарттың рөлін сомдайды. Жақында Камшат Жолдыбаеваның «Падиша» атты әні мен су жаңа бейнебаяны шыққаны көпшілікке аян. Бейнебаянды бір тәуліктің ішінде 250 мың адам тамашалапты. Мұны рекорд деп айтуға болады. Алайда ән мен бейнебаян көпшілік көңіліне шығып, халықтың жүрегінен орын алды ма? Көрермендердің ішінде мақтағаны да, даттағаны да жетіп жатыр. Кейбіреулер күтілмеген жаңалық, керемет, жарайсың Камшат, еңбек қор ғой деп қолдаса, екінші біреулер шетелге еліктеу, сұмдық, не деген қорқынышты деген теріс пікір қалдырды. 91 тобының жаңа су асты бейнебаяны 2 сағаттың ішінде 38 мың көрсетілім жинады. Алдын бұл топтың өнерін көпшілік қолдай бермейтін болса, бұл жолы клип астында жылы лебіздер көптеп жазылыпты. Жас буын топты қолдағанымен, аға буын өкілдері оларға оң қабақпен қарамайды. Алда келе жатқан мамырдың 24-ші жұлдызы халықтың сүйікті әншісі Димаш Құдайбергеннің туылған күні. Әнші туған күнін Қытайдың астанасы Бейжің қаласында атап өтпек. Себебі сол күні Бейжіңде Димаштың тұңғыш әлемдік фан кездесу өтеді. Бұл жайлы әншінің пиар-менеджері Алпамыс Шәрімов инста парақшасында хабарлады. Бүгінге осы бұдан да қызығырақ жұлдызды жаңалықтарды алғаш білгің келсе, біздің арнаға тіркел. Ұнаса лайк қойып, пікірлерімізді қалдыра отырайық.